Қазіргі кезде біздің экономикамыз әлемдік стандартқа ұмтылып жатыр. Алдымызда қойылған бірнеше елу дамыған мемлекеттерге жетеміз деп жатырмыз, қосыламыз деп. Сол 30 тобына кіреміз деп жатырмыз. Соның ішінде әрине экономиканың мағынасы өте мол. Бірақ ол экономика жай емес, ол жаңа мамандар пайда болуға тиісті. Оған әрине оқу саласы, ғылыми саласы өте әсер етеді. Соның ішінде мен бір бағытын алайын, тіл ортасы деген. Тіл ортасы ол да нарық қой. Сондықтан нарықтық экономикадан қарасақ, тіл ортасына, ол жаңа құндылықтар пайда болып жатыр. Біріншіден, нарық болғаннан ол жерде де соның ішіне кіретін мүшелері бар ғой, соның ішінде тұтынушылар. Мысалы, тұтынушы, лектор өзі тұтынушылар. Соның ішінде бүгін жалпы бір қоғам болуға мүмкін, студент болу мүмкін, жалпы халық болу мүмкін. Соларды енді былай байқасақ, мұғалім, мысалы, қазақша беретін, сабақта дәрістерді орысша беретін, ағылшын тілінде беретін. Үшеуінің, мысалы, енді болашақта мен ойымша физиканың бір датчиктерін алып, қаншалықты энергия жаратылды, соны мөлшерін өлшесек, ол әрине қазақ тілінде жүргізген мұғалімдер бірінші орынға тұратын сияқты. Неге десеңіз, жай бір сөзді алсақ, шетелден келген сөзді, киви. Киви деген кезде көмейдің бір артқы мышцалары біреуі қимылға келген жоқ. Мысалы, пианинаны аударған кезде күй сандық дегенде жалғыз бір әріп күй дегеніміз. Ол әрине негізгі мышцаларды қайтадан дамытып қимылға келтіріп жатыр. Мүмкін сондықтан біздің әншіміз Димаштың да оны феномен түсінбей жатқан мүмкін оған да байланысты. Қазақша айтқан кейбір сөздер шынымен ол жалпы басқа эффект беретін сияқты. Ал енді әрине бұл сөздіктерге бір қауіпсіздік жағынан да қарастыруға, бұл нарық қой енді. Кейбір сөздер келген кезде сөздер жойылып кетіліп жатыр. Мысалы, классикалық ағылшын тіл Америкада, қазір Америкада мынандай бір сөздіктер сатылады. Америкада 1000 сөз жетіп жатыр дейді жалпы өмір сүруге. Сонда классикалық ағылшын айдалаға кетіп жатыр. Жаһандану процестеріне байланысты орыс тілінде де сондай болды. 30 жылдың ішінде 1000 сөз жойылып кетті. Мысалы, бір сөзді бастайық, бір сөзді қарайық, соның ішінде мен бір сөзді көрсетейін деп едім сіздерге. Ол размножить деген сөз, орысша көбейту, қазақша. Барлық словарьларда бар, мынау 50-ші жылғы словарьларда да бар, барлық жерде бар. Бірақ орыс тілінде мынау сөз жойылып кетті көпшілігінде. Не себепті? Техникаға байланысты. Ротатор пайда болған кезде размножить демейді, мысалы, бастық менеджер, офис менеджеріне. Не дейді? Сен ротатордан өткіздір дейді. Ірі аппарат пайда болды біраз уақыттан кейін, 20 жылдан кейін. Ірі аппараттан уже бір ешкім айтпайтығын сөз, размножить, көбейт деген. Сен ірі аппараттан шығар дейтігін. Екі сөз пайдаланады. Содан кейін ксерокс шықты. Сен ксерокстан өткіздір дейді бастық. Келесі сканер шыққанда сен сканер жаса дейді. Сонымен орыс тілінде, қазақ тілінде жарайды енді жаса, өткіз, шығар деген сөздер қалды. Орыс тілінде жоқ болып кетті. Отксер деген қалды. Размножь деген сөз жоқ. Отсканируй. Жалпы орыстың тілі размножь деген жоқ болып кетті. Мен ойымша, кейбір кезде ол, наверное, только биологиялық дарақтарға сәйкес келетұғын, пайдаланатұғын термин қайланып бара жатыр. Соның ішінде әрине мынау сөздіктердің ішінде мен бірталай сөздерді қарадым. Трансформация деген сөз бар. Ол да ғылыми техникаға байланысты. Трансформация ол жалпы экономика моделі, кейбір мемлекеттер, кейбір интеграциялық топтар. Әрине трансформация деген ол күрделі процесс.
бірақ біз аударған кезде мынау словарьда жүр, мынау жаңа словарьда ғаламдан түрлендіру деген. Мен ойымша түрлендіру, енді түр, қазақтың сөзі түр, цвет, колор деген сөз ғой. Мен ойымша сөзге түрлендіру нақтылы, анық характеристика қасиеттерін көрсетпейді осы сөзін. Сондықтан студенттерге дәріс берген кезде трансформацияны туралы айтқан кезде тағы 5-6 қосымша информация беру керек, ол толық оны түсіну үшін. Сондықтан әр сөз мен ойымша ең бірінші ол дәлелдік, нақтылық болуға тиісті. Соның ішінде мынау жаңа словарь, мынау қай жылы шықты? Бұл словарь 2008-де шыққан, экономикалық орысша қазақша сөздік. Бұл жерде мысалы глобализация деген сөз, ол жаңа қазір термин, негізгі термин, барлығы мен ойымша қазіргі болып жатқан сол глобализацияның әсері. Оны ғаламдық деп аударылыпты мынау словарьда. Ол ғаламдық мен ойымша бұл да онша сәйкес келмейді сияқты. Неге? Ғаламдық ол мәселе соғыс, таза су, космос проблемалар алған кезде, сол кезде ғаламдық деген сөз өте лайықты. Глобализацияға келген кезде ол қазіргі халықаралық экономикада, жалпы әлемдік экономикада, ол жерде глобализация, интеграциямен бірге бір жаңа қасиеттер, бір бағыты, даму бағыты. Сондықтан бұл жерде жаһандану деген дұрыс сияқты сөз. Ғаламдық, мынау словарьда, мысалы, мынау сөздікте ғаламдық деп тұр. Енді кейбір сөздер, бізде шетелден сөздер келген кезде солай нақтылығы жоғалып кететін сияқты сөз. Мысалы, трасса. Трасса словарьдан көрсеңіз, жол деп көрсетілген Қазақстанда, қазақ тілінде. Трасса, орысша алсақ, трасса жолдардың бірнеше түрлері бар. Сол техника, технология, сапа, формасына байланысты трасса соның бірі. Бізде трасса болсын, автобан болсын, әшейін тіпті бұрынғы шаңым көтеріп жіберетін бұрынғы ауылдың жолдары бар ғой, оны да барлық жол дейміз. Сондықтан қазіргі заманда сөзге бір негізгі қасиет, ол, наверное, нақтылық. Сонда мұғалімге де аударатұғын адамға да жеңіл болуға тиістеді. Ал енді экономика неғұрлым ашық болса, соғұрлым өзгерістер бола береді. Біз енді ашық экономикағамыз, шынымен бізде сол жағынан мүмкін ұлттық қауіпсіздік жағынан да қарастыруға болады көп нәрселерді. Ал енді экономиканың ішінде импорт, экспорт, есеп, менеджмент, қаржы, офис регистрация, любой моменттерін алсаңыз, барлық жерде ағылшын шетелдік терминдер келіп жатыр. Не себепті? Осы салалар экономика ішінде, бағыттардың ішінде де ұйымдастыру, немесе жоспарлау жағынан өзгерістер, жаңа технология, жаңа құралдар келіп жатыр. Ол құралдар әрине кім шығарды, сол сөз келе береді. Мысалы, жаңа сөздер, мысалы, логистика кезінде. Логистика мынау словарьда бар, Насловарда да бар, есіктен есікке, логистика тасымалдау процесінде сол товарды есіктен есікке дейін өте лайықты ғой, өте шығынды емес, ешқашан вокзалға бару керек жоқ, экономия времени деген бұл жерде бар. Соған байланысты енді біз есіктен есікке деген сөз бар, мынау жерде аударылған. Just in time деген ол точно расписание бойынша, график бойынша сол кезге алып келуге тиісті. Мен ол үшін шетелде мысалы складтар, бізде ойбай әкеле бер ертеңгі бүрсігіне керек болып қалады дейді. Бұл есеп жағынан ол енді мертвым грузом дейді, орысша жай жатқан зат қой. Ол зат көп болса Японияда 1 сағат жатады. Бізде 5-6 ай, кейбір кез 5-6 жыл жатады. Әрине ол да шығынды. Сондықтан мүмкін бізде де экономиканың эффекті сондай мол болмай жатыр. Соған байланысты, мысалы, just in time деген аударысы жоқ. Жалпы ол сөзді енді оны да қарастыруға болады. Ол мысалы
может быть, мерзімді дейді, мерзімді. А жалпы мен әлемдік экономикаға байланысты сабақтар жүргіземін, сондықтан мысалы повесть о золотом тельце Жорж Сандтер. Ешкімден жақсы валютный операция мен бір қазақтың романында көрген жоқпын ол. Мысалы Тургеневтен кетіп бара жатқан кезде Европаға каретаның ішіне үлкен бір сандық алтын салып алады, Англияның банкісінде оны айырбастаймын деп. Қазақтың романдарында ол енді жоқ. Драйзердің сауда маркетинг туралы өте жақсы көрсетілген. Мен ойымша мүмкін қазіргі заманға сай енді ұлтқа ол сөздер жайылу керек тез. Ол университетте бәрі оқып жатқан жоқ. Сол себептен мен ойымша жаңа романдарда сол техника, технология, банк, мысалы, махаббатты банктың жұмысшыларының арасында көрсетсе, соның ішінде жаңа терминдерді жіберсе. Әрине, оның алдымызда бір талай сөздер, мысалы, финансы, есеп, о жағынан көпшілігі терминдер ағылшын. Біздің қасымыздағы көршіміз Өзбекстан. Рикардо теория бойынша бидайды бізден алуға тиістеді. Бірақ ол штат Техастан алып жатыр. Не себепті? Екіншіден, барлық әлемде президенттер адамзаттың жақсы болуына енді пікірін айтып жатыр. Ешқашан соғыс болмасын деп жатыр. Бірақ соғыс барлық жерде болып жатыр. Не себепті? Қазіргі кезде экономикаға математика, физика, химия, психология, философия енгізіліп, органикалық элемент болып жатыр. Сол себепті мінез құлық экономика, қазір айтып жатыр, жаңа экономика пайда болды. Жаңа экономика пайда болды. Ал енді жаңа экономика пайда болғаннан, екі ұғымнан, екі сөзден жаңа бір ұғым шығып жатыр. Оны жаңа экономиканың терминдары біздің бір мынау словаримізде де жоқ. Қазір мен уже былтыр ең бірінші лекцияны оқыдым осы Қазақстан бойынша поведенческая экономикадан. Қайдан алады балалар ол сөздерді? Мүмкін ол жарайды қала берсін шетел тілінде. Бірақ одан өзіміз айтып жатырмыз, қорқып жатырмыз. Соның ішінде 20-30 сөз келді ме ағылшын? Бір-екі хотя бы глагол ма, тағы бір-екі сөз қазақ тілінде пайда болуға тиісті. Немесе дыбыс проблемасына мүмкін бір қиын жағдай туғызу мүмкін.